Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін қаңтардың 18-і. Сабақтың тақырыбы ағам қобыз тартады. Старший брат играет на қобызе. Диалогты қайталаймыз. Вспомним те пройденные темы. Жақсы деген немене. Что такое хорошо? К хорошим качествам относится еңбекқор, трудолюбие, ақылды, умный, сыпайы, вежливый, үлгілі, примерный, мейірімді, вежливый, ұқыпты, прилежный, әдепті, воспитанный. Жаман деген немене. Что такое плохо? К плохим качествам человека относится еріншек, жалқау, лень, әдепсіз, невоспитанность, тентек, озорливость. Әлібек қандай бала? Әлібек еңбекқор бала. Жалқаубек қандай бала? Жалқаубек еріншек или жалқау бала. Әлбектің бөлмесі қандай? Әлбектің бөлмесі таза. Комната у Әлбека чистая. Жалқаубектің бөлмесі қандай? Жалқаубектің бөлмесі кір. У Жалқаубека комната грязная. Отбасы, семья. Давайте вспомним членов семьи. Да? Отбасы, семья. Отбасы, мүшелер, члены семьи. Начнем с дедушки. Аннели говорит, менің атам, әжем, әкем, анам, ағам, әпкем, інім, сіңлім бар. Ағам старший брат, әпкем старшая сестра, інім младший брат, сіңлім для девочки, младшая сестренка, для мальчика қарындасым. Жаңа сөздер по нашей теме, жаңа сөздер күй, мелодия, күйші, исполнитель мелодии, қобыз, музыкальный инструмент, үн, звук, голос. 13-ші бетте есіне сақта. Даны предложения по лицам. Мен, я, сен, ты, сіз, вежливая форма, вы, ол, он, она. Біз, во множественности первого лица мы, сендер, вы, сіздер, вежливая форма.